менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырып өте қызықты тақырыптардың бірі. Оксидтер, қышқылдар, негіздер, тұздар туралы айтатын боламыз. Ең бірінші оксидтер, жалпы оксидтер дегеніміз екі элементтен тұратын қосылыстарды оксидтер деп атаймыз. Яғни мына жерде R2O, RO, R2O3 дегендердің барлығы оксидтерді көрсетілген форма. Яғни мына жерде R деген кез келген металл немесе бейметалл болуы мүмкін. Яғни осындай қосылыстарды біз оксидтер деп айтады екенбіз. Оксидтер, олардың үш түрі бар негізінен: негіздік оксидтер, екідайлы оксидтер және қышқылдық оксидтер. Негіздік оксидтер дегеніміз бұл металл оксидтерін айтамыз, яғни Менделеев кестесіндегі металлдардың оксидтерін айтады екенбіз. Яғни металл мен оксидтің реакциясы нәтижесінде бізде металл оксидтер, яғни негіздік оксидтер түзіледі екен. Оларға мысал ретінде кальций О, купрум О дегендерді айтуға болады. Яғни кез келген металлды жандырған кезде немесе О2 мен әрекеттестірген кезде осындай негіздік оксидтер түзіледі. Қышқылдық оксидтер бұлар бейметалл оксидтері, яғни кез келген бейметаллды жандырған кезде немесе оттекпен әрекеттестіргенде деп айтамыз. Оттекпен әрекеттестірген кезде осындай қышқылдық оксидтер түзіледі екен. Яғни SO3, P2O5 деген сияқты қышқылдық оксидтерден қышқылдар түзіледі, ал негіздік оксидтерден негіздер түзіледі. Яғни келесі тақырыптарымыз сол негіздер туралы айтатын боламыз. Ал оқылулары бұл жерде барлығына оксиді деген сөз қосылып отырады. Мысалы, кальций оксиді, мыс оксиді, күкірт оксиді, фосфор оксиді немесе P2O5, SO3 деген сияқты оқылады. Және үшінші түрі екідайлы оксид. Екідайлы дегеніміз екі түрлі қасиетте көрсете алады, яғни негіздікте, қышқылдықта қасиет көрсететін оксидтерді екідайлы оксидтер деп айтады екенбіз. Яғни оларға мысал ретінде алюминий 2O3, цинк О, яғни алюминий оксиді, мырыш оксиді жатқызуға болады. Өздеріңіз білетіндей, мұндай оксидтер түзілу үшін екідайлы қасиет көрсететін элементтер болу керек. Яғни Менделеев кестесінде ортаңғы топтағы элементтердің барлығы үшінші, төртінші, бесінші топтағы элементтердің барлығы бізде екідайлы қасиет көрсетеді. Яғни сол элементтердің оксидтері бізде екідайлы оксидтер түзе алады екен. Сонымен қатар кез келген оксидтер бізде екі түрлі атаумен аталады. Оның тарихи атауы болады және халықаралық атауы болады. Мысалы, алюминий оксидін айтатын болсақ, мұның ертедегі атауы, тарихи атауы глинозем деп айтылады. Өйткені глинозем бұл ертедегі осы минералдан алынған, яғни алюминий оксид. Сондықтан да глинозем деген тарихи атауы қалған. Сонымен қатар өзінің халықаралық атауы, яғни бүкіл әлем қолданатын атауы бұл алюминий оксиді деп айтылады екен. Яғни екі түрлі атаумен атай аламыз оксидтерді. Құрылымдық формуласы өте қарапайым, яғни құрылымдық формуласы алюминий 2 болып тұр. Бұл жерде 2 алюминий деген сөз. Және оттек 3 деп тұр. О3, міне 3 дана оттегі бар, және олардың валенттіліктерін көруге болады. Яғни оттегі эквивалентті екі сызықша, оттегі эквивалентті екі жағында екі сызықша, және мына жерде оттегі эквивалентті екі сызықша екендігін көруге болады. Алюминий өзі 3 валентті екенін көріп тұрмыз, яғни мына 3 былай өткен. Оны білу үшін мына 3 сызықша, әр алюминийде 3 сызықша, 1, 2, 3 сызықша бір алюминийға, 1, 2, 3 сызықша бір алюминийға тиісті болып тұр. Яғни барлығы өте валенттіліктермен таза көрсетіліп тұрғанын көруге болады. Яғни құрылымдық формуласы осындай болады екен. Сонымен қатар суды айтуға болады, яғни H2O. H2O-ның халықаралық атауы сутек оксиді, ал оның тарихи бізге белгілі ертедегі атауы су болып табылады. Сондай сияқты барлық оксидтерде атаулары бар. Келесі бізде негіздер. Негіздер дегеніміз бұл катион ретінде металдан және анион ретінде OH, яғни гидроксид ионы болатын заттарды, күрделі заттарды негіздер деп атайды екенбіз. Яғни кез келген
құрамында OH болатын болса, ол заттардың барлығы бізде гидроксидтер, яғни негіздер болып табылады екен. Жалпы негіздер үшке бөлінеді. Бірінші, олар суда еритін, яғни литий OH, кальций OH, барий OH осылар жатады. Бұл жерге жаңағы бірінші, екінші топтағы барлық элементтердің гидроксидтері, яғни негіздерін жатқызуға болады. Өйткені олар сумен әрекеттескенде суда еріп, бізде негіздер түзеді деп айтқан болатынбыз. Және ерігіштік кестесінен де қарасаңыздар, бұлар ериді деген белгіде тұрады. Яғни литий OH, кальций OH сияқты бірінші, екінші топтың элементтері ерігіштік кестесінде ериді деген белгіні көруге болады. Сондықтан да бұлар еридің негіздерге жатады. Одан кейін суда ерімейтін негіздер, бұларға купрум OH, феррум OH, феррум OH деген сияқты кете береді. Яғни бұндай негіздер ерігіштік кестені қараған кезде ерімейді деп тұрады көбіне, яғни тұнбаға түседі. Мұндай негіздер суда ерімейтін негіздер болып табылады. Одан кейін үшінші түрі екідайлы негіздер. Мұндай негіздер негізінен бағанағы айтып өткен бізде ортаңғы топтағы 3-4 деген сияқты топтарда орналасқан элементтер екідайлы негіздер болып табылады. Бұлар негіздер түзе алады және қышқылдар да түзе алады. Қышқыл түзу үшін тура осы негіздерге қарап қышқылды өзіміз жазуымызға болады. Яғни H2, цинк, O2. Мысалы қарасаңыздар, мына жерде мен сәйкесінше қышқылдарын жазып қойдым. Жоғарысындағы негіздік қасиеттегі негіздер астында қышқылдарын жазып қойдым. Өте оңай жазу. Мынау жақшаның ішінде сыртындағы екеуіне де тиісті болғандықтан H2, цинктің өзі бір болып тұр, цинк, және мынау O2. Әрқашан металл ортасына жазылады. Қышқыл жазғанда бірінші міндетті түрде сутек жазылады, одан кейін қышқыл қалдығы жазылады. Ал негіз жазғанда OH екінші орында тұрады. Екідайлы негіздер, олар қышқылда бола алады, негізде бола алатын металдарды айтады екенбіз. Негіздердің атаулары бірнеше түрде айтуға болады. Мысалы, натрий OH-ты, калий OH-тың техникалық атаулармен де атауға болады. Яғни күйдіргіш натрий, күйдіргіш калий деген сияқты. Және де халықаралық атаумен атауға болады. Яғни калий гидроксиді, натрий гидроксиді деген сияқты. Гидроксид деген сөздің өзі OH дегенді білдіреді. Натрий гидроксидінің құрылым формуласы көрсетілген, яғни натрий біреу, оттек және H. Бұл жерде оттектің екі сызықпен екі валент екендігін, натрийдің бір сызық арқылы бір валент екендігін, сутектің бір сызық арқылы бір валент екендігін көруге болады. Қышқылдар дегеніміз сутек атомы мен қышқыл қалдығынан тұратын күрделі заттарды айтамыз. Қышқылдардың өзі үшке бөлінеді. Бұл оттекті, оттексіз және сутек санына байланысты бір негізді, екі негізді, үш негізді деген сияқты бөлінеді. Оттекті қышқылдарға мысалы ретінде HNO3, H2S4-ті жатқызуға болады. Оттексіз, яғни құрамында оттегі жоқ қышқылдар, оған мысалы ретінде H-хлор, H-бром, H-фтор деген сияқты қышқылдарды жатқызуға болады. Сутек санына байланысты, мысалы, бір негізді болса H-хлор, яғни сутегісі біреу-ақ, H2S4 екі негізді, яғни сутек саны екеу, үш негізді болса H3PO4, яғни бұл жерде сутек санына байланысты осылай негіздерге бөліп те жіктеуге болады екен. Бізде қышқылдар негізінен қышқылдық оксидтерді сумен әрекеттестіру нәтижесінде қышқылдар түзіледі. Қышқылдарды атаудың екі әдісі бар. Мысалы, дәстүрлі атауы бар. Бұл деген мысалы HNO3-ті айтатын болсақ, бұны біз азот қышқылы деп айтамыз. Ал халықаралық жүйе бойынша сутек нитраты деп айтылады. Және оның құрылымдық формуласы былай жазылады. Бұл жерде сутектің бір валентті екен, яғни бір сызықша болса сутекке
сутектің мынау қолы деп есептесек бір ғана қолы болып тұр, яғни бір валентті екендігін. Мына жерде оттектің өзі екі жағында екі қолы бар, яғни екі валентті. Азоттың өзі мына сызықтарды санасаңыз 5 сызық, яғни 5 валентті екенін, әр оттегі де екіден, яғни екі валентті. Оттектің екі валентті екендігін көруге болады. Яғни бұл құрылымдық формуласы, яғни қышқылдың құрылымдық формуласы. Яғни біздер кез келген қышқылды осылай жазуымызға болады. Тұздар дегеніміз металл атомынан және қышқыл қалдығынан тұратын күрделі заттарды айтамыз. Тұздардың өзі үш түрге бөлінеді, яғни орта немесе қалыпты жағдайдағы тұздар, қышқылдық тұздар және негіздік тұздар. Орта тұздарға кез келген барлық тұздарды жатқызамыз, мысалы натрий хлор, натрий 3+4, калий КЦО3 деген сияқты. Ал қышқыл тұздар дегеніміз құрамында міндетті түрде сутек ионы болу керек, калий HSO4, яғни бұл қышқыл тұз болып табылады. Құрамында OH болатын тұздарды бұл негіздік тұздар, яғни OH міндетті түрде болса, ол негіздік тұз деп айтады екенбіз. Магний, OH, хлор. Гидроксидтен басқа, яғни металл атомы және қышқыл қалдығы болу керек. Мына жерде де турасындай металл атомы, сутек ионы және қышқыл қалдығынан тұру керек. Сол кезде ол тұз бола алады. Яғни осылай біз үшке жіктейміз тұздарды. Және бұл тұздарды атаудың екі әдісі бар. Тарихи атау және халықаралық атау. Мысалы, натрий хлоридінің тарихи атауы туралы айтатын болсақ, галит деп айтады. Галит деген негізінен натрий хлоридінің кездесетін минерал түрі. Немесе оны өзімізге белгілі ас тұзы деп айтады тарихи атау ретінде. Бірнеше атау болуы мүмкін тарихи атауының да, мысалы галит, ас тұзы деген сияқты. Ал халықаралық жүйе бойынша натрий хлориді деп айтылады. Енді алыну жолдарына келетін болсақ, бұлардың барлығы бір-бірімен өте байланысты. Оксидтер, негіздер, қышқылдар, тұздар бар бір-бірімен байланысты. Егер сіздерге сондай арнайы видео керек болатын болса, яғни алыну жолдары туралы, оксидтердің алыну жолы, қышқылдар, негіздердің алыну жолы, тұздардың алыну жолы керек болатын болса, комментарийге міндетті түрде жазып кетіңіз, керек деп жазып кетіңіз. Мен міндетті түрде жеке видео арнайтын боламын. Өйткені химиялық қасиеттері, яғни алынуының өзі өте көп түрлерге бөлінеді. Ең қарапайым айтайын деп өтейін дегенім, мына жерде негіздік оксид пен су әрекеттескенде негізге сәйкес келеді, яғни негіз түзіледі. Қышқылдық оксид пен су әрекеттескенде қышқыл түзіледі екен. Яғни негіздік оксид дегеніміз металл оксиді, қышқылдық оксид дегеніміз бұл бейметалл оксидтері болып табылады екен. Сонымен қатар осы қышқылдық оксид пен негіздік оксидті әрекеттестіргенде бізде тұз түзіледі. Қышқылдық оксид пен негіз қосылғанда да тұз түзіледі. Негіздік оксид пен қышқылды әрекеттестіргенде де тұз түзіледі екен. Және көптеген әдістері бар. Сондықтан да, достар, егер сіздерге осы видеоның жалғасы керек болатын болса, міндетті түрде комментарийге жаза кетіңіз. Егер сізге осы видео пайдалы болған болса, лайк басуды ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше.